құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздерге Кереку қаласының әкімшілігі алдында бір топ белсенділер видео үндеу жолдап отырмыз. Видео үндеудің мағынасы, маңызы ол қазақ тілі, мақсаты қазақ тілі. Бізде осы қалада қай жерге бармасаң да қызмет көрсетіледі, тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Қазақ тілі қызмет алу үшін айғай-шу болады, бізге қызмет көрсетпейді. Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, жиылыстары, бір-бірімен қатынастары тек Ресей Федерациясының тілінде. Тек қана тіл жанашырлары пайда болғанда олар қазақша сөйлеп бастайды. Енді бізге қазір жаңа әкім келді, Ержан Иман Ислам деген, істеп жатқанына 1,5 ай болды. Қалалық әкім. Соның бірінші күннен бастап мен 3 рет онымен кездесуде болдым. Ол кісіге айтқан талабым, өтінішім, енді талабым деуге болады, өйткені өтініштің уақыты өтті. Жойылған, осы қалада жойылған деп есептеуге болады, қазақ тілді. Сіз қазақ тілі азаматы ретінде заңнамалық нормалар барлықтары біздің жақта, соны қазақ тілін бізге осы қалада тұрғызуға, көмек көрсетіңіздер. Адамдар бізде орыс тілді мемлекеттік қызметкерлер, тек қана бір тілді білетін жеті бар. Оның ішінде қазақтар да бар, оның ішінде басқа ұлттар да бар. Ол маған айтты бұлай, уәде берді. Менің кезімде аттестациясыз алынбайды адамдар деп. Бірақ та қазір көріп отырғандай, бізде жұмысқа алынады мемлекеттік мекемеде, қалалық әкімшілікте, әкімнің қабылдауына жазылуға жазатын бір қыз пайда болды. Тек қана орыс тілінде. Яғни әкім өзінің айтқанын бұзды. Өтірік айтты, бір сөзбен айтқанда. Ол айтады, техникалық қызметкерлер, бізде күзетшілер де сондай күзетшілері, мына әкімшілікті күзетеді. Нам не нужен қазақша, осындай күзетшілер отыр осы әкімшілікте. Оның барлықтарының видеолары. Қазақ тілінде қызмет көрсетілмейтіні осы қалада. Толып жатқан видеолары. Енді қазір біз әкімдіктің осы тіл мәселесі жөнінде қабылдауында болып келдік. Әкімнің ұстанымы мұнда. Техникалық қызметкерлер міндетті емес, ұстанымы. Қазақ тілін білуге. Конституцияны оқыңыз дейді, бізде қазақ тілі ресми тіл. Негізі Конституцияда жазып тұр, ресми қолданылады деп. Ресми тіл деген бізде мемлекеттік тілді білдіреді. Енді осы орайда құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті Қасым-Жомарт Тоқаевы, Кемелұлы, кешіріңіз, сізден сұрақ, бізде орыс тілі қазақ тілімен теңестірілген ба? Егер теңестірілген болса, онда мемлекеттік тіл түбімен жойылады деген сөз 100%. Егер теңестірілмеген болса, онда мемлекеттік ғимаратта отыратын, барлық жерлерде отыратын заң, тұтынушылар заңы бар, соған қатысты бірнеше баптар. Қайда Қазақстан Республикасының территориясында мемлекеттік қызметкерлермен ба, басқа сервис орталықтармен ба қызмет көрсетіледі. Екі тілде, міндетті мемлекеттік тілде бірінші, екінші орыс тілінде. Бірақ та әкімнің қорғаштап отырғаны орыс тілінде, орыс тілдердің құқы бар, тек қана орыс тілінде қызмет көрсетіледі. Яғни қазақ тілін білмей, орыс тілінде қызмет көрсетіледі. Осы жөнінде сұрақ. Шынымен де біз енді осы қалада Ержан Иман Исламның қол астында біз қазақ тілінде қызмет алуға құқылы емеспіз ба, орыс тілді адамдар тарапынан, тек қана орыс тілінде. Ол айтады, жанында қыздар отыр, олар айтып береді қазақша. Бірақ та ол қыздар аудармашы емес, олар ылғи жанында отырмайды, кей өзі жалғыз отырады. Біз сонда өз елімізде, өз жерімізде мемлекеттік тілді қолдана алмай, біз сонда бейшара болып қалғанымыз ба? Қасым-Жомарт Кемелұлы, осы сұрақтарымызға жауап берсеңіз, қазақ тілінің статусы жөнінде жауап берсеңіз. Бізде шынымен де екі тіл ме, әлде бірақ орыс тілі бізде заңды ма? Мәселе осында болып тұр. Ержан Иман Исламның тарапынан осындай сөз шықты. Оның аузынан сондай сөз шықты.
бізде тең қолданылады, яғни орыс тілінің жеке өмір сүруге құқы бар деген мағынада сөйлесу үшін. Осыны енді әкімдерді сіз сайлайсыз ғой, жауап беріңіздерші. Сол